Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Қазақ халқы бір нәрсені анық білу керек. Қазақтың бірінші жауы Назарбаев Тоқаев жүйесі. Мына билік ұстап отырған 1000 отбасы. 1000 отбасы. Жоғарыдан төменге қарай министрлерден, депутаттардан тартып отырып санасаңыз, бүкіл Қазақстан ұстап отырған 1000 отбасы бар. Осы 1000 отбасының көзін құртпай, 20 миллион қазақ азаттыққа шықпайды. Осы 1000 қаншер 20 миллион қазақтың қанын теспей сорып отыр. Оян қазақ, ойлан қазақ. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы. Айтпақшы, мына дін туралы айтсақ көп кісілер түсінбей қалады. Серікжан дінге қарсы дейді. Жоқ, мен дінге қарсы емеспін. Мен өзім мұсылманмын. Алланың бірлігін, барлығын, пәктігін, хақтығын ежелден бар, мәңгілік, теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ екендігін айтып, сенім білдірушімін. Шексіз құдірет иесі бір Аллаға сеніп, сенім білдірушімін. Мен сондай отбасында өстім және сондай тәрбие көрдім. Енді көп жұрт ойбай патшаға қарсы шықпа дейді. Ол бекер сөз. Аппасиялар болуды күнә деп ойлайды. Ол бекер сөз. Ибрахим пайғамбардың кезінде сол замандағы ел билеушілері де буддист мүшриктер болды, Аллаға серік қосушылар. Ибрахим пайғамбар оған қарсы тұрды. Мұса пайғамбар неге Перғауынға қарсы шықты? Неге Египеттен өзінің халқын алып шығып, өз отанына әкелу үшін 40 жыл құмда кезіп жүрді? Ол да патшаға, билікке қарсы болды. Енді қараңыздар. Иса пайғамбар неге Рим империясына қарсы тұрды? Неге Рим империясына қарсы тұрды? Сол замандағы ең құдіретті билеуші Рим империясы болды. Демек, Ибрахим пайғамбарда, Мұса пайғамбарда, Иса пайғамбарда аппасиялар болды. Және аппасиялардың серкелері болды. Енді мұсылмандардың пайғамбары Алла тағала жер бетіне және адамдарға және жындарға жіберген ең соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды айтайық. Алланың құлы және соңғы елшісі. Ол кісі де сол заманда Меккені билеп отырған билеушілерге қарсы болды. Олар мүшриктер болады. Сонда бағын деді ме? Сол кездегі билік ұстап отырған, Меккені ұстап отырған, бүкіл әкімшілікті ұстап отырған, байлықты, салықты ұстап отырған сол мүшриктер болады. Билік болатын солар. Қолында күші, армиясы, әскері болды, мемлекеттік жүйесі болды, түрмесі болды, сақшысы, полициясы, қарулы сақшысы болды, аңдитын шпионы болды, барлау қызметі болды, салық жүйесі болды. Сол Меккенің мүшрик билеушілеріне Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам, Алланың құлы және соңғы елшісі қарсы тұрды. Сөйтіп, мүшриктерге еріп, бұттан жасалған, қолдан жасалған бұт құдайларға, тас құдайларға табынбай, шексіз құдірет иесі бір жаратушы Аллаға жалбарынуды халыққа үгіттеді. Сондықтан Алланың барлық пайғамбарлар аппасиялар деп айтуға болады. Әрине, Сүлеймен пайғамбар ол патша болды, ең бай пайғамбар болды. Бірақ мен жоғарыда айтқан пайғамбарлардың барлық аппасиялар болды. Аппасияның серкесі болды. Иса пайғамбар осы жолда тіпті Рим империясының қастандығына ұшырады. Иуда оны сатты, ашамай ағашқа ол кісіні шегеледі. Бұл туралы христиандар мен мұсылмандар ұқсамаған екі көзқарасты айтады. Бірақ Иса пайғамбардың өмірі, Мұса пайғамбардың Перғауынға қарсылығы, Иса пайғамбардың Рим империясына қарсылығы, және Ибрахим пайғамбардың мүшрик билеушілерге қарсылығы, және Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам соңғы пайғамбарымыздың Меккенің билеуші мүшриктеріне, мүшрик билеушілерге қарсылығы. Бұның барлығы нағыз саяси күрес, нағыз аппасияларлық саяси күрес. Ақиқат үшін күресу. Ендеше қазіргі қазақ билігі осыншама зұлым болып отырғанда, бүкіл қазақ халқы аш-жалаңаш тентіреп кетіп отырғанда, тұтас қоғамның басынан аяғына дейін зұлымдық жайылған кезде, докторханада дүниеге келген, туытханада дүниеге келген, перзентханада дүниеге келген бала туыла салғаннан, пара бергеннен, ең соңында өлгенде
қабірге жерлегенге дейін пара беретін осындай жүйе жасалған тұста. Тұтас Қазақстанда 20 миллион халық жер шарындағы Тұтас Қазақстандағы 20 миллион халық жер шарындағы ең зұлым жүйеде өмір сүруге мәжбүрленіп отырған сәтте, ең бай елде тұрып, ең кедей өмір сүруге мәжбүрленіп отырған осы сәтте, және ең әділетсіз қоғамда өмір сүріп отырған осы сәтте, ол кедей болған елдің бәрі әділетсіз бола бермейді. Кедей болғанымен қоғамы әділетті қаншама ел бар. Бірақ біздің қоғам әрі кедейлікке белшесінен батқан тұтас халық. Тек жаңағы 1000 отбасы тұтас халықтың қанын сорып, олар бай-баяшат өмір сүріп отыр. Ал тұтас халық ең төменгі, жер шары бойынша ең төменгі қайыршылық деңгейде өмір сүріп отыр. Тіпті ислам діні харам қылған ең сұмдық өсімді Қазақстанда билік беріп отыр. Бүкіл банк атаулы қанішер өсімқор. Ал бұл ислам дінінде тыйым салынған. Ислам дінінде өсімқорлыққа тыйым салынған. Ал тұтас қазақ қоғамы өсімқорлықпен айналысады. Ислам дінінде ұтыс ойындарына, казиноға тыйым салынған. Ал бізде ол екі жерде заңды. Тұтас қоғам солай. Неге? Арам ақшаны жуу, арам ақшаны заңдастыру керек. Енді осыдан барып ойлай беріңдер. Қазақ қоғамында қалай жақсылық болады? Қашан жақсылық болады? Енді ол жақсылықты болдыру үшін халық ояну керек. Халықты ояту үшін жаңағы қолдан жасалған 1000 сан саланың 1000 сан тас құдайларын, қолдан жасалған тұлға құдайларды, қолдан жасалған жұлдыз құдайларды, билік жасаған, билік қолдан жасаған жұлдыз құдайларды тасталған қылу керек. Олардың ешқайсы қазақтың жері сатылатын кезде қазақтың мүддесін қорғап кеуде керіп шыққан жоқ. Олардың ешқайсы қаңтарда қазақты қынадай қырып жатқанда қазақ үшін сөйлеген жоқ. Олардың ешқайсы Жаңаөзенде халық қырылып жатқанда халық үшін сөйлеген жоқ. Назарбаев қазақ жерін Қытайға жалға берем дегенде бірінші кезекте және екінші кезекте, одан бұрында олардың ешқайсысы үн қатқан жоқ. Қытайдағы қазақтар өзінің ата-бабасының ежелгі мекенінде жасайтын қазақтар. Қытай-орыс ортасында 1881 жылғы Петербор келісімі бойынша, Қытай-орыс Іле келісімі, Қытай-орыс Тарбағатай келісімі бойынша қазақ хандығының шығыс территориясы Қытайға тәуелді болып, батыс территориясы орысқа тәуелді болып қалған сол сәтте шекара сызығы қағерті екіге бөліп қалғандықтан Қытайдың жерінде отар болып қалған сол қазақтардың 5 миллион қазақтың бар екенін бүкіл жұрт біледі.